Саламатсыздар ма қыздар? Бүгін бізде өлшем алу сабағы. Қазір осы біздің қызға, Әсел деген қызымызға біз өлшем алуды сіздерге көрсететін боламын. Сіздерді өздеріңізге блокнот, ручка алып алыңыздар да, соны жазып отырыңыздар, я? Мен сіздерге орысша, одан кейін қазақша көрсететін боламын. Өздеріңізге өлшем алуды толықтай жазып алыңыздар. Ең біріншіден өлшем алған кезде біз көкірек айналасын. Мына қараңыздар. Біріншіден белін байлап аламыз. Белін байлаған кезде жанынан қарап жасаймыз, қараңыздар. Бұл белі қарын үстіне шығып кетпеу керек. Сосын мына қабырғаның астына и бөксенің үстінде өзі жұмсақ жері бар, ол жерде сүйек болмайды. Вот сол жерге қойып аласыздар. Дұрыстап қойып аласыздар. Сосын текіс болу керек. Жерге былай жаныңыздан қараған кезде ол текіс болып тұру керек. Көрдіңіздер ме? Осылай жерге параллельно болу керек. Ең біріншіден біз көкірек айналасын өлшеп аламыз. Мына тура мына байлаған метрімізге резина байласаңыздар да болады. Біреулер наушник байлайды, әртүрлі. Сондықтан осылай байлап аласыздар да, ең біріншіден көкірек айналасын. Ішінен бір саусақ қоясыздар да, мына қараңыздар, осылай қысып жібермейміз. Кейіннен если қысып өлшейтін болсаңыздар, размері кішірек көрінсін деп, кейін сыймай қалады. Сондықтан осылай қалай метр жатыр, осылай өлшеп аламыз, қыздар. 85 сантиметр болып тұр. Оны бірден сразу алдаймын. Алдадым. 85 сантиметр болып тұр. 85-ті 2-ге бөлесіздер. Бірінші былай жазасыздар. Обхват груди, қазақшалап көкірек айналасы. 2-ге бөлген кезде сіздерде, міне, менде 85 шықты ма, бұның жарты өлшемі 42,5. Демек, бұл қызымыз 42-ші размер киеді деген сөз. Келесі өлшеміміз белдің айналасы. Обхват талии, бел айналасы, міне. Дәл осылай саусақ қойып, метр қалай жатыр, свободный, міне. Боста өлшеуім керек, көйлек тар болып қалмасын, кем болып қалмасын деп, олай өлшемейміз, ол қателікке жатады. Сондықтан метр қалай жатыр, вот осылай өлшеп аламыз. Кейін свободаға оны беріп отырамыз, сызбаны сызған кезде. Мына 65 сантиметр, демек 2-ге бөлген кезде бұны 32,5 болады. Келесі өлшеміміз бөксе айналасы. Бөксенің ең жоғарғы нүктелермен, міне қараңыздар, ең жоғарғы жерлермен бұлай өлшеп аламыз. Бұлай қоямыз да, үстінен бұлай өлшеп аламыз. Мына жерден қысып өлшемейміз, себебі кішкене болса да қарнымыз болады. Соны есептеп осылай өлшейсіздер. Осылай есептейтін болсаңыздар, кейіннен осы іші сыймай қалады. Сондықтан осылай өлшейміз, міне 90,5. Демек 45-те 7 болады ғой. Келесі өлшеміміз бізде белдің ұзындығы арқасынан. Оны былай жазылады, орысша длина спины до талии дейді. Оны өлшеу үшін бізге осындай екі нәрсе керек. Белдің ұзындығын арқасынан, алдынан өлшеу үшін ең бірінші сіздер былай жасайсыздар. Қараңыздар, мына ручканы былай қойып аласыздар да, и мойынға тақаймыз. Мойынға тақаймыз да, и қай жерде тігіс болу керек, осылай ручканы қойып аламыз да, осы жерге мына нүктені қойып аламыз, міне. Осы нүктеден бастап, міне осы нүктеден бастап біз өлшемдерімізді өлшейміз. Тағы да бізде мына жерде сүйек бар, міне. Мына жерде сүйек бар, осы сүйекті белгілеп аламыз. Кейіннен мына жерде дене бітіп, қол басталған жерде де, жоқ, қолмен көмектеспейміз, өзі осы жерде сызық болады. Өлшем алған кезде майкамен, немесе осылай водолазкамен өлшеген дұрыс. Сосын арқа кеңдігі, міне, тоже дене бітіп, қол басталған жерден осылай белгілеп аламыз. Міне. Сонда ертең примерка жасағанда да, бұл мынау қолтық ойындысы болып шығады. Вот осылай болады да сонда. Міне. Өзінің мына водолазканың сызығына қарамаймыз, одан алданып қаласыздар. Енді белдің ұзындығын арқасынан, длина спины до талии, мына точкадан бастап, осылай тіке жауырынан өтіп, мына байлаған жерімізге дейін өлшеп аламыз. Мына 39,5 болып тұр. Осылай жазамыз. Бұны 2-ге бөлмейміз. Келесі өлшем
Длина переда до талии, ДПТ. Белдің ұзындығы алдынан деп жазамыз. Бұны тоже осы нүктеден бастап, көкіректің үстінен өтіп, барып, мына жерден өлшеп аламыз. Мұны белге дейін 41,5 болып тұр. Осылай өлшеп аламыз. Келесі өлшем высота груди, көкірек ұзындығы. Оны тоже мына нүктеден бастап, көкіректің ұшына дейін өлшейміз. Міне 26,5 болып тұр. Келесі өлшем центр груди, немесе екі көкіректің ортасы деген. Міне. Менде мына центрден бастап, келесі центрге дейін бұлай өлшейміз. 17 сантиметр болып тұр. Бұны сразу екіге бөліп аламыз да 8,5 сантиметр болады. Міне. Сразу 8,5 сантиметр деп жазып аламыз. Келесі өлшем иық ұзындығы. Иық ұзындығы мына нүктеден бастап, мына жерге дейін, мына сүйек бар ма, соның тұсында иығымыз біткен жері. Міне, 13 сантиметр болып тұр. Демек, осы иық ұзындығы, длина плеча 13 сантиметр деп өлшеп аламыз. Енді келесі өлшем арқа кеңдігі. Арқа кеңдігін бізде міне қараңыздар, дене бітіп, қол басталатын жер, вот осы жерден келесі жерге дейін осылай өлшеп аламыз. 34 сантиметр болып тұр. Міне арқа кеңдігі, ширина спины 34 сантиметр. Бұл өлшемді біз сразу екіге бөліп аламыз. Бізде 17 сантиметр болады. Міне. Артықта өлшеп отырмаймыз. Міне осы көліктік беретін адамыңыз осылай тұру керек. И вот осылай осы жерден осы жерге дейін өлшеп аласыздар. Келесі өлшем высота груди, высота бедер. Бүксе ұзындығы. Бүксе ұзындығы белден бастап, бүксенің ұшына дейін бұлай өлшенеді. Ең жоғарғы точкаға дейін. Нағызда 24 сантиметр болып тұр. Осылай жазасыздар. Высота бедер, немесе бүксе ұзындығы 24 сантиметр. Келесі өлшеміміз юбканың ұзындығы. Юбканың ұзындығы, міне бір деген санды төменге тастайсыздар. Міне төбеге тастайсыздар. Метріңіз бұралып тұрмау керек. И мына жерге бұлай қоясыздар. Міне. Қандай ұзындық керек? Ол көйлектің егесі өзі таңдайды. Көйлектің егесі өзі таңдайды. Міне. Ұзын болады ма, қысқа болады ма? Ол өзі таңдайды. И вот осы жерден белгілейсіздер, міне. 77 болса, осы 77 деп жазасыздар. Келесі өлшеміміз біз қолдың айналасы, қолдың ұзындығы, сосын жең пішу үшін бізге қолдың өлшемдері керек. Ең біріншіден, мұны тура қолтықтың астына тығасыздар да, и бұлай қысады. Қыспай, кішкене бостау қылып, мұны қараңыздар, кішкене бостау қылып, осылай өлшеп аламыз. Егер жең тар болып қалса, уже көйлектеріңіз бір тиым болады. Міне, 29 сантиметр. Бұл өлшемді екіге бөлмейміз. Міне, обхват руки, немесе қол айналасы, осылай жазамыз, 24 сантиметр. Келесі өлшем обхват руки 2. Обхват руки 2, ол кезде қолды кішкене бүгеміз. Бүгіп тұрып, шынтақты шығарамыз, Бұны бұлай жазамыз, шынтақ айналасы деп жазамыз. Немесе обхват руки 2. Тоже осылай жазамыз. Осы 42-ші размерлердің қыздары обхват руки 1, обхват руки 2 бірдей болады. Міне. Егерде азырақ көрсетіп атса, 28 ба көрсетіп жатса, ол кезде сонда да 29 деп жазасыздар. Так, келесі өлшем білек айналасы, обхват запястья. Білек айналасын, негізі білегі мына сүйектен ғой. Если манжетпен тігетін болсаңыздар, ол кезде бұлай өлшеп аласыздар. Міне, бұлай өлшейсіздер білек айналасын. А егерде кәдімгідей болатын болса, мына алақаны өлшеп аламыз осылай. Себебі алақаны симай қалуы мүмкін. Кейін примеркада алып не қыла бересіздер, если стричевый мата болатын болса. Обхват запястья, білек айналасы, осылай жазамыз. Міне, 23 сантиметр. Осылай жазып аламыз. Енді ұзындығын қалай өлшейміз? Мына жерде сүйегіміз бар деп айтамын, Осы сүйектен бастап, осы иық бітеді ғой мына жерде, Осы жерден бастап, қолымызды бүгеміз 30 градусқа,
шынтақтан өткізіп и білекке дейін осылай өлшеп аламыз. Если пальто пиджак болса, то мына жерге дейін өлшейміз. А если кәдімгі көйлек болса, осы жерге дейін өлшей бересіздер. Осылай. Длина рукава, жең ұзындығы, осы мына жазып аламыз, 62 сантиметр. Енді бізге керекті өлшемдерін бәрін өлшеп алдық. Сосын ширина груди деген өлшем бар, оны біз аз қолданамыз да. Менің методикамда оны пальто кезінде ғана қолданамыз. Мына ширина груди, мына қол бітеді ғой, дене бітіп қол басталады ғой. Вот осы жерден бастап, оны мына таблицада былай жазады. Ширина груди 1, мына былай өлшейді. Мына көкіректің үстінен, мына 32 сантиметр. Одан кейін ширина груди 2 деп өлшейтіндер де бар. Бірақ менің методикамда бұл керек емес. Пальтода ғана керек. Вот, осылай өлшеп аласыздар. Көкіректі есептеп. Міне. Көкіректің ені болады, сонда алдының ширинасы болады. Осымен өлшемді алып болдық. Ал мінекей қыздар, сіздерге дайындаған бонусым, осы тегін сабағым осы, қабыл алыңыздар. Сіздер үшін дайындаған менің екінші бонус сабағым бар. Оны көру үшін төмендегі батырманы басыңыз.